Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху бауырлар. Ал сіздерге Лада Калина, Лада Грантаның коробкасы қалай ашылатынын толықтай нұсқасын көрсетіп беремін. Кешегі мынау ашып тастағаным ғой, оны толық мына қалай ашылғандығын толық көрсеткен жоқпын. Енді мынаны қазір толықтай көрсетемін. Бәрін босатып қойдым арнайы сіздер үшін. Так, босатамыз. Колесоны ағытамыз. Бірінші осы үш болттан шығарып тастаймыз. Датчикті босатып қоямыз да. Одан кейін мына жағында бір болт бар. Қараңыздар, мына жерде ағытып қойдым мен. Ішінен бір болт бар, кожықтан коробкаға бекітіліп тұратын. Соны босатасыздар. Міндетті түрде. Крышканы ашасыздар. Осы крышканың 5 болтын ағытасыздар, 6 болтын. Осы крышканы ашып тастайсыздар. Мынау өзерде 5-ші қосшақ. Так, осы 5-ші қосшақты ашасыздар. Есті босатасыздар толығымен. Одан кейін 30-ды ағытасыздар, 27-ні ағытасыздар. Екеуін. Бұны ашу үшін бұл айналып кетеді. Айналып кетеді. Екі скоростқа саласыздар. Мұнан, мысалы, 5-пен 5-ке салып, одан кейін 3-ке салып қойға, 2-ке салып қойға, 4-ке салып қойға, мысалы да. Чтобы айналмау үшін. Немесе, мына екі араға жаман түскен жаңағы көліктердің прокладкасы, сондай не болатын болса, мына шестерінің арасына салсаңыздар болады. Мына нені ашқан, 5-ті ашқан уақытта мұниядан саласыздар, кейінгі қарта мынадан саласыздар. Ол тістерін сындырмайды. Біріншіден мынандай қылып көбісі отвертка салады. Егер салынмаған жағдайда мынандай қылып отвертка салуға болмайды. Мынандай қылып отвертка салуға болмайды. Бүйтіп ішіне. Отвертка салса, мынау отвертка салған көліктікі мынандай болып сынып шығады. Көрдіңіздер ме? Осы үшін біздер ашып жатырмыз мына коробканы. Мынандай болып сынған. Осындайлар үшін ашып жатырмыз. Енді соны ашасыздар. Босатқаннан кейін мұнда стопор болады. Стопор шығарасыздар. Стопорды шығарып тастайсыздар. Өже сіздерде 5 бәрі босайды. Бәрін ашып тастайсыздар осылай. Бұдан кейін астындағы ударный отверткамен ашсаңыздар болады. Мынау кәдімгі немен ұрып ашқан, мынандай қылып бүлдіріп тастан қазір көрсетемін. Бетін түсірейін. 5-ші курс ағытылды. Алып тастадық. Толықтай қойдық. Босаттық. Мынаның барлығы, мына пластина. Көрдіңіздер ме? Мынаны ударный отверткамен немен ашып тастаңыздар, бұны бүлдіресіздер. Мынаны осылай әуелде осылай ашқан ғой, бүлдіріп тастаған. Осыны босатасыздар. Толығымен бетін алып тастайсыздар. Так, осылай бетін алып тастайсыздар. Мына жерде бір жағын подшипник жоқ. Мұнда подшипник жоқ. Мынаны отырғызбаған екен толық. Одан кейін астында мына екі не болады. Көрдіңіздер ме? Стопор. Осы екі стопорды ағытасыздар. Екі стопорды алып тастайсыздар. Жаңағы 5-ші скоростың артын ұстап тұратын. Первичный валикпен вторичный валикті ұстап тұрған стопор. Соны ағытасыздар. Міндетті түрде. Мынау заднияға бекітілген. Жанында 17-15 гаекмен тартылған. Осы болтты ағытасыздар. Қазір бұның бәрі бәрін босатып қойдым. Барлық болтта енді. Одан кейін сіздерге қазір айтамын. Бәрі ағытылды ма? Лай саласыздар да арасына көтеріп шығарасыздар. Арасын барлығын ашып. Мына жерде босамай қалған болттар болу керек. Босамай қалған болттар болу керек. Неге ашылмай жатыр? Қысып тұрмын. Өстіп арасын қайырып ашып аласыздар. Барлығы босады. Осылай толықтай шығарып аласыздар. Суырып. Толығымен. Қазір мына коробка толық босады. Крышка. Тұрған болттары бар. Қазір крышканы жоғары қарта толығымен көтереміз.
осылай суырып аламыз. Так, қойдық. Мынау бізде бірінші вал, екінші вал. Первичный валик, вторичный валик біздердегі. Енді біз бұны шығарамыз. Мына жерде 13-ті босатуымыз керек. Аяқ қолынан қайсысы отыр бұрған. Так, осы 2.13-ті ақтамыз. Бұл 2.13 деген заднийді ұстап тұр. Шығарамыз. Арттан. Бұл задний скорость. Жаңағы болт міне мұнда келіп бекітіледі. Корпустың сыртындағы көрдіңіздер ме? Өстіп да бөлек шығарып тастаймыз. Мынаны бөлек аламыз. Бойында вилкалар жоқ, көрдіңіздер ме? Бөлек түсі. Мынаны үстіңгі мына штокты былай шығарып, полный осы вилкасымен бірге суырып алмаймыз. Бәрін бірге, 1 мен 2-нің бәрін бірге суырып ала қоямыз бірге. Штокпен. Осылай қайта штокқа қоя қойсаңыз болады. Бұл екеуін бірінші вал мен екінші валды бірге тіке қосып тұрып, барлығын бірге суырасыздар. Маған бір валға ыңғайсыз болып тұр. Бұл мекті задний бар екен. Ал маған заднийді аласыздар міндетті түрде. Заднийді бөлек шығарып тастайсыздар. Одан кейін екеуі бірге шығады. Осасыздар. Бірінші вал мен екінші валына осылай бірге суырып аласыздар. Мынау екінші валға шыққан. Басы бәрі быт-шыт болған екен. Мынау первичный валик. Так, осылай сіздер үшін маған толық бұл керек емес еді. Маған тек мына корпус керек еді. Сіздер үшін толық ашып көрсетіп жатырмын. Толықтай. Мыналар подшипниктер, уже бөлек отдельно подшипниктерін түсіре бересіздер. Съемник салып, отдельно шығарасыздар, отдельно подшипник шығарасыздар. Вторичный подшипник, мынау первичный подшипник. Мынаның басы мында қалады. Мынаның басы мында қалады. Көрдіңіздер ме? Первичный валиктер. Мынау арттікі подшипник, екі подшипник болады артында. Мынада біреуінде отыр, біреуінде мынаныкі жоқ. Алып тастаған. Ал пайдалы болса, сақтап қоярсыздар. Сіздер үшін ашып, арнайы әдейі осы коробканы түсіріп жатырмын. Лада Калина гранталардың манағы тросвейный коробкалар.